Қайырлы күн, әселің менің тыңдармандары. Маған қолдау көрсетіп, әңгімені соңына дейін тыңдап, лайк басып, комментария қалдыра отырсаңыздар. Кешірілмес қателік. Мам, қарашы мына көйлек қалай? Тырысып тар боп тұрған жоқ па? Деп Еркетай мамасының алдына еркелей билеп бұраңдады. Мам деп аталған әйел, жасы 47-ден асса да, қыз құсап қылмысуды қоймаған Қатипаш еді. Еркетай Қатипаштың екі ұлының арасындағы өз айтпақшы маленький цветочек қызы. Телефоннан жақсы риза көңілмен көтеріліп басын көтерген Қатипаш: "Гүлім-ау, сен маған тартқансың. Сен не кисең де жарасады. Мен сенің жасыңда мектептің күнінде 3-4 хат алмай қайтпаушы едім." Мырқымбайлар сөмкеме хат салып кеткенін өздерінше ерлік көретін. Бетіме тіке келіп көңіл білдіруді, сөз айтуға боқмұрын жүректері дауаламайтын деп мерекелерін күлді де. Есінде болсын, қыз баланың ең бірінші қаруы ол сұлулығы. Сұлу көрініп, бетінің әрі болса да, онда жарты өміріңнің азығы бар деп есептей бер. Тағы айтарым, қанша оқымысты болсаң да, бозынбай аузынан жөндеп сөз шықпайтын жігіттерден аулақ бол. Сәттілік өжетте батыл еркекті таңдайды. Сондықтан өзіңе тіке келіп сұлулығыңа сұқтана тұрып сөз айтатын жігіттермен жүр деп, қызына күнделікті әйел философиясын оқытып жатқан Қатипаштың сөзін Еркетайдың өзі үзді. Онда неге папама? Сен әлі кішкентайсың. Саған махаббат ерте, сабағыңды оқы, институт бітір. Мамаң екеуміз өзіміз қалаған жігітке ұзатып, шырқатып той жасап ұзатамыз деп қоймай жүр деп әдемі балғын ернін еркелей бұртитты. Еркетай өзінің жұрттан әдемілігін біледі. Себебі оның мамасы өмір бойы құлағына құйып келеді. Папасы да менің қызым ең сұлу, періште деп бұның сұраған нәрсесін алып береді. Еркетайдың папасы Қалжан 47-49-дан жаңа асса да келін алып атанған жігіт ағасы. Иә, былтыр тұңғыш ұлын үйлендірген Қалжан. Теңіз Чиройл жағында бір құрылыс фирмасының тракторшысы. 28 күндік вахталық әдіспен жасайтын Қалжанның айлығы 650 мыңнан басалып 930 мыңға жетіп жатыр. Өзі жанұясын алып бөлек отау болса да, үйленген ұлын кемпір шалдың баласы деп әке-шешесінің қолында қалдырған. Солар өздері үйлендірді, өздері келін жұмсап отыр. Содан кейінгісі осы әңгіменің кейіпкері Еркетай. 16 жасарда. Бұлар соң биыл 3-ші сыныпқа барған ұлы Салман. Қалжан әке болып балаларына ат қойып көрген емес. Үлкен ұлдың атын Ақылбек деп атасы қойды. Расында да Ақылбек десе Ақылбек. Кейде ақылды сөздер айтып қалғанда ата-бабасын жектеп түгендеп кеткендей. Қалжанның өзі састырады. Ой, қойшы сен, папаң не біледі? Жалпы есінде болсын. Еркош, еркектің еті арам болса да еңбек адал. Олар ақша тауып, отбасын асыраса болды. Басқа әңгімеге араласудың қажеті жоқ. Оларға ақша керек деген кезде суарып беріп, мә деп тұруың міндетті. Олардың үнемі естеріне салып тұратын бір жайт. Ол әйел ақша тапқысы келсе жолдары көп екен. Әйел кез келген жолмен ақша табылатынын сездіріп қою керек. Оның үстіне әйел көрікті болса, күйеуі оның үстінде өліп кетеді. Сондықтан Еркош, ешқашан бетіңе әжім түсірме. Үнемі қымбат крем, пасталарды пайдаланып жүр. Тіпті ертең нан таппай аштан өлер болсаң да, тумбушкаңда косметикаң толы болсын. Нан табылады, ал сұлулықты бір жоғалтсаң қайтару қиын деп Қатипаш әлі пәл-пәсасын соғып отыр. Мам, әжем сені жырпылдақ 40-ға келген қылмысуын қоймаған көбелек, бұл ене болып қар қылмайтын қатын деп жамандайды. Ол неге сені
жаман көреді деп еліктің көзіндей көздерін төңкеріп майса сұрады. Қойшы сол қақпасты. Ол әуелден папаң екеуміздің қосылғанымызға қарсы болған. Оның үстіне бір қатыннан қалса бір жерін кеседі деген. Сол менің қартайтпайтыным, сұлу қалпымды бұзбайтынымды көре алмайды деп ұзаққа кеткелі жатыр еді. Еркетай, мам, біз Сұңқар екеуміз ең күшті жұп боламыз. Мектептегі махаббатты өмір бойы алып өтеміз деп шештік. Ол да мені бір көргеннен ғашық болған. Мам, сен бір көргеннен ғашық болуға сенесің бе? Сен де солай болдың ба? Деп мамасының есіне бір нәрселерді түсіріп жіберді. Әрине қызым, мен де папаң да бір-бірімізді Ақтөбедегі жолдас жігітінің туған күнінде кездесіп ұнаттық. Ертесіне үйленеміз деп шештік. Осы ауылға еріп келдім деп ауыр күрсінді де ойланып қалды. Әрине, Қатипаш қызына жас кезінде жеңілтек болғанын, мектеп бітіргесін ешқашан оқуға бармай жеңіл жүрісті болып ауыл ішінде аты шығып кеткенін, өзінің туған әкесі өлтірем деп үйден қуып шығып, сол күні ауылдасының үйіне қыдырып келген Қалжанның дастархандас болып отырыспақ соңында жалдамалы пәтерде Қалжанмен төсектес болып ертесіне етегіне еріп кеткенін, ешқандай махаббат емес шарасыздықтан болғанын жасырып айтпады. Бұның қыздай келмегеніне Қалжан мен мән берген жоқ. Мән берсе де ешқашан бетіне басқан емес. Қатипаш өзін ылғи жолы болғыштардың қатарына қояды. Жас кезінде шайқап күліп ойнаған, бұғын тағдыр қойдан жуас жетектеген тайлақтай ертіп жүре беретін Қалжанды жіберуін өзінің үлкен жолы болғыштығының арқасы деп ойлады. Бүгінде сол өмірде жиған терген ақылымен айласы дос қызымен отырыспаққа барғалы отырған қызына құйып отыр. Мам, мен кеттім, Сұңқарчик келді деп. Еркетай бар мүсінін көрсетіп тұратын жабысқан қысқа етек көйлегін сыртқа без рубашка деп аталатын күртешесін киіп үйден шыға берді. Қатипаш соңына қарап ойланып отыр. Осы қызын жақсы құдаға берсе, ол да көрген жерде құдағи бір партия деп әзілдесіп тұрар қатары болса, айға жетпес деп ауылға жарар атағы болса да, қиялдап шарлап бұлар құдасының тұлғасын елестетіп кетті. Қызын малындырып киіндіріп ұзатып, құдағи болып төрде тұратын жүздеген адамның бұған қызғана да тұрғанын елестетіп жатып қалғып бара жатыр еді. Телефонды түспеген әдіндете жөнелді. Вақтадағы күйеу екен. Ұйқысының бұзылғанынан емес, қиялының үзілгеніне тыжырана телефонын көтерді. Алло, Қатипаш үйдесіңдер ме? Не хабар? Не жақтар аман ба? Еркөш телефон алмай тұр ғой, ол да қайда? Деп ұзақ жауап алуға көше бастады. Қалжан, сен де бір ұйықтағайтын кезде соғасың-ау. Не болды сонша? Бізде жауалар дейсің бе? Қызың бар. Дос қызымен интернеттегі сабаққа керек бір нәрсеге жазамыз деп кеткен. Салманчик ұйықтап жатыр. Ақылбекке сірә біздің өлі тіріміздің шаруасы жоқ сияқты. Сенің шешең айтпақшы, біздің үйге келсе бұзылып көргенсіз боп кетеді. Басқа не айтайын? Үйден шықпаймын. Ағайының тойыз садақасына барып, сенің атыңнан тиын тебенін жаздырып кетем деп жақтырмағанын жасырмай жылдамдата тоқылдатып жауап берді. Әй, Катюша, зуламай тұра тұршы. Жұмыстан келіп жуынып, шайынып, ауқат ішкесін. Әйелімізді сағынамыз да? Вахтовиктердің балдарын сағындым, әйелдерімді шаруам бар дейтінін білесің ғой. Жарайды, жақсы, шаруа ауылға барғасын бола жатар деп мәңкүнкілеп күледі де. Қызымның сабағы қалай? Бір нәрсе алғысы келіп, кигісі келіп жүрген жоқ па? Сұрап қой. Жұттап жүрмесін. Қызға 40 үйден тию деген бар. Кімге не баратынын үнемі сұрап отыр. Достары кім? Қандай жігіт көз қысып жүр? Бәрін біліп отыр. Сен шешесісің ғой. Сен бәрін білуің керек.
Өтірікте болса қабағыңды түйіп қой. Баяғыда көріп қалса шешесі сарт еткізіп ұрадай деген болған екен-ау деп айт. Ұлдары бірдеңе қылып күн көрер. Атасы мен әжесі бар. Біз қанша жасқа келіп тұрсақ та әжесінің бір айналайын олардың тартып кетеді. Ұл дегенді көше тәрбиелейді жағалап өспекке. Ертең өзгесі мынандай заманда өмір сүру қиын болар, ал қызды дұрыстап өсіру керек. Сенің ақылыңмен менің табысым қызды қызғалдақтай құлпыртып қатарында алды, оң бойы озық қылып жүрсін деп айтып жатыр еді. Қатипаш, ой, сен де шабытың келе қалған екен. Ертең ауылға келгесін 20-25 күн сол ұл қызыңды арқалада жүрша. Давай, мен ұйықтаймын деп телефонды қоя салды. Әрине ұйықтаймын деген жай сөз. Телефон шоқып, Инстаграм қарап, түн ортасына дейін ұйықтамайды. Таңертең әдеттегідей кеш тұрып, беті қолын жуып болғасын, шай ішпестен бұрын қызының бөлмесін қарап Еркетай ұйықтап жатыр екен. Жүзіне үңіліп еді, қатты қиналыс пен шаршағандық сезіліп жатқанын көрді де, бұның жасында өзімде осылай таң ата келіп, талып ұйықтайтын едім ғой. Қайран, қайтып келмес жастық шақ, деп ойлап бөлмеден ақырын басып шығып кетті. Иә, өз өмірінде дән риза. Ішер ас пен киер киімге тойған ана өзінің үлбіреген қызының бүгін түнде жеңіл желпі кумарик деп аталатын есірткіге елітіп, жоғары сыныпта оқитын 3 бозбаланың ермегі болғанынан бейхабар еді. Олар есірткіге тойдырып зорлағандары өз алдына. Қыздың жалаңаш күйін, қатынас кезіндегі сәттерін түгел фотоға түсіріп, қызды әрпіл-тәрпіл сөйлетіп, бейне камераға түсіріп алған. Қатипаш асықпай отырып шай ішті. Сүйікті ісі телефонды шұқылап, Инстаграмды парақтап отыр. Кенет Еркетайдың мұғалімі телефон соғып. Еркетай сабаққа келген жоқ. Өткенде жұма болған еді. Бүгін дүйсенбіде тағы жоқ. Не болды екен? Сабақтан көп қалады. Анасы ретінде соған хабарласып ескертіңіз. Үлгермей нашарлап тәрбиесі де төмендейді деді де мұң екен. Қатипаш ашуланып қатты кетті. Бері қара, менің қызымды тәртіпсіз тәрбиесіз деп айтатын сен кім едің? Мектепке барса сабағыңды біледі, бармаса ол да менің кінә. Сабағыңа қызықтыра алмағансың. Жалпы мектептер бұрынғыдай емес, тек әйтеуір аттарың мектеп. Дым болмаса айлық алып жүрсіңдер, білесіңдер ме? Деп айғайға басты. Мә қара бұларды, үндемегенге тіпті құтырайын депті ғой. Бармайды ал сол мектептіке. Не жөнді білім беріп жатсыңдар соншалықты? Тапқан екенсіңдер. Үндемей сенен сөз естіп отырар жаманды. Көрсетейін мен саған дей бергенде ар жағындағы мұғалім, апай, мен сізге басқа артық не айттым? Жай Еркетайдың сабаққа келмей жүргенін айттым емес пе? Неге сонша айқайлайсыз? Не жазым сізге деп шыр-шыр етті. Солай шығар. Көмектесем мен сендерге, көрсетем мен сендерге, үндемей отырар жанды деп ойлап отырған Қатипаш бармаса барар. Не қылар дейсің, 1-2 күн сабақтан қалса? Барған күнде де жақсылап оқытарсың. Солай шығар, басқа телефон соғып мазамдалма деп телефонды сөндіре салды. Осылардың Еркоштан басқа шаруасы жоқ па? Мектепте пәленбай оқушы бар. Соларды жөндей берсін. Менің қызым қажет болса, мектепсіз де өмір сүре алады. Өз жөндерін жөндей алмай жүріп, менің қызымды жөндемекші. Пішту деп. Сонымен солай қайырды да малының киініп дүкенге кетті. Олар ештеңесі болмаса да дүкен аралап көрген киімдеріне мін тағып, майда жүйдеп бірдеңелер алып, уақыт өткізіп келу әдеті. Кешке таман басын көтерген Еркетайдың ештеңеге зауқы соқпады. Мамасы әке көкелеп жүріп, шырын йогурт беріп, бетін бері қаратты. Еркоштай, қатты шаршапсың ғой. Күшті отырыс болды ма? Жақсы биледіңдер ме? Айтшы, кім қалай киініпті? Жігіттер
кім көбірек ұнады? Бұндайда отырыстың гүлі болу деген керемет сезім. Жігіт біткен қаумалап сені көзімен ішіп жеп отырса, сен ешкімге ыңғай бермей, өзіңді көктен түскен періштедей сезініп, дүңкілдерін құтырып отырсың. Міне отырсың міне, деп көпіріп жатыр еді. Ту, мам, қойшы. Басым ауыр көтетпей тұр. Барып демалайын деп бөлмесіне кіріп кетті. Қызының артынан қарап не болғанын білмек болып жатыр еді. Кіші ұлы келіп, мама, папам келгесін тоқпен жүретін самокат алып берсінші, я? Мен сен айтсаң алып береді ғой, мама, я, деп қылқылдап тұрып алды. Ой, жаным сол, я айтам, алып бергіземін. Пенсиясын той садақаға тауып, сауып отырған әке шешесіне көмектескенде жақсы ғой, одан да баласына жұмсасын. Айтам құлыным, айтам, деп баласын жіберді. Өзі диванға телефонын ала отыра кетті. 2-3 күннен соң Еркетай бұрынғыдай күлімдеген қалпына түсіп, сабағына барып келіп жүр. Я, оған Сұңқар Чегі бірінші күннен ақ телефон соғып бәрін түсіндірген болатын. Адам шошитындай ештеңе болмағанын, жастық шақтың қызығы осылардай тұратынымен мас болып неше жігітпен жатса да, бұны бұрынғыдай сүйетінін, енді аз болса қасындағы 2 досы да бұған қатты ғашық болғанын айтып сендірген. Мектеп бітіргенше үшеуінің бірін таңдап керегін, бұл үшеуі бұны ешкімге бермейтінін, кейбір қыздар жүретін бір жігіт таппай жүргенде бұл мықты 3 жігітті сындырып алғанын, мектеп бітіргенше осы 3 жігітпен еркін қыдырып қалғанын таңдап күйеуге шығу мүмкіндігі бар супер сұлу қыз екенін әбден сендіріп тастады. Оның үстіне өздеріне тарих үшін түсіріп алған фото-видеолары бар. Осыдан 3 жігітті лақтырып кетсе, бұлар қызғаныштан солардың жұртқа жариялап жіберетіндей ептеп жеткізді. Әрине, өмірдің қыр-сырын білмейтін, әке шешеден ақыл естіп емес, тек қана қамқорлық көріп өскен Еркетайға бұл бір өмірден берген сыйы болып көрінді. Көрінбей қайтсын, мектептің жоғары сынып оқитынын білдей 3 жігіт бұны сүйіп қалған. Өзгелерді жуытпайды. Бұл мектеп біткенше осылардың қамқорлығында болмақ. Басқа қыздар қызғаныштан жарылып кететін шығар деген ойлар Еркетай қиял мен арман ауылына жеткізіп жеткетті. 10 шақты күннен соң демалысқа келген Қалжа бала шағасын көріп құшақтап сүйіп, мәре-сәре болып дастарханда. Еркетай мен Салманда айналып толғанып, алып берген нәрселерін бәрін алып беретінін айтып, дуылдасып отырды. Қызының бойында бір өзгерісті байқаған ол, Еркошым, бірден есейіп кеткен бе? Кәдімгі бойжеткен қыз болып кеткендей. Тфәй, Еркеше, бір өзгеріс бар ма, деп таңырқай қарап отыр. Қызының сәл қылмын сынып қалған сезген Қатипаш көмекке келді. Әрине қызың есейді, бой жетті. Өтпелі кезеңнен өтіп кәдімгідей көз тойдырар сұлу болды. Сен 12 жылдан бері вахтада жұмыста жүрсің ғой. Бұлардың қалай есейіп кеткенін де білмей қалдың. Мен болсам, осындай сұлу әдемі ұл қызды кім туып, кім өсіріп берер еді, деп Қалжанға қарап көзін төңкерді. Қалжан бұның сабағының белгісі. Көзін төңкеріп Қалжанды сағынған белгісін көрсетті. Әйелінің көзіндегі құмарлық деп түсініп, әңгімені көбейтпей дем алу шағын ойластырды. Соның арасында кіші ұлы бөлмесіне кіріп кетсе, Еркетайды сыртқа зып етті. Әке шешең таң атқанша енді іздемейді. Тек таңертең 5-6-ға дейін келіп үлгерсе болды. Соңғы кезде бұлар групповой қатынастың дәмін алып алған. Бір алапат құмарлық оған қарай еріксіз жетеліп кетіп жатыр. Ертесіне әке шешесіне амандасса, кетіп бара жатқан Қалжанға елі. Оларды қай мезгілде шақырып келесің? Вахтадан келсең, соларды басқа шақырып келетін едің ғой? Асқа шақырып келетін едің ғой? Не болса да, етірек келіп кетсінші. Тезірек ыдыс аяғымызды жуып, тазалап жата қалайық. Сағынышымыз әлі басыла қоймас, деп өтірік күлгінсірді. Ата енесі келсе, әсіресе енесі бұған ақыл айтып,
әрбір ісінен кемшілік тауып жөн айтуын қоймайды. Содан ертерек құтылу үшін тапқан айласы осы болды. Қалжан әйеліне жақын келіп, мойнына ауырта құшақтады да, жарайды жаным, түске дайында тамағыңды, өзім ертіп келем. Әке-шешенің орны әке-шеше ғой, апамды сағындым. Олар да үлкейіп келеді. Көбірек назар бөлмесең болмайды. Етіңді молдау сал, ыдыс аяғыңа келін көмектесер. Тағы басқа кімдерге бұйырарын кім білсін. Арқайын әкеммен сөйлесіп отырайын, молдау сал етті деп үйден шыға берді. Сыртқа ауласына шығып, гаражда тұрған Камри көлігін айналып, май суын қарады да от алдырды. Айтқандай-ақ, түске таман әке-шешесін, өзін туған аға жеңгесін, үлкен келіні мен өзінің әкесінің қолындағы бала келінді алып жетті. Қалжа ерекше көңіл күймен оралды. Оған себеп келіннің білініп қалған іші еді. Вахтаға барып келіп жүріп, бұл немерелі болатынына аңғармапты. Кемпір шалдың баласы десе Ақылбек құйып қойған өзі екенін көрініп тұр. Әрине, өзі көзі тірісінде менің балам демесі анық, бірақ бүйір шіркін бұрып тұрады ғой. Күн сенбі болғандықтан бұлардың төрт көзі түгел түскі шайға жиналды. Қалжанның әкесі сөйлеп отыр. Балам, мен жоғары оқу оқып, диплом алып, мықты қызмет еткен адам емеспін. Тіпті жұмыс істеп, мекемеде гараж бастық қоям дегенде де бас тарттым. Ол кездің завгарлары жұрты құдай еді. Мен мансапқа құмартпадым. Кішігірім мансабы бар адаммен қарапайым жұмыс шарасында қанша дос, қанша болса да белгісіз бір көрініс шекара болады. Мен сол шекараның ар жағында болғым келмеді. Не көрсем, не елмен бірге көрер едім. Сенің мына үдісің жақсы жүріс. Бақтада келгенде отбасымыздың басын қосасың. Сендер қанша өз алдарыңа адам болып, ата болып кетсеңдер де, бізге баласыңдар, сағынамыз, іздеп отырамыз. Сендерде менің қаным көбірек пе білмеймін. Бір тоға өз шаруаларыңа миғым болып өстіңдер. Бірақ бір сұрақ көкірегімде келе береді. Осы мен сендерге толық адам қыла алдым ба? Тәрбиеден кемшін қалдырмадым ба? Міне сол мені қинайтыны. Көптің бірі болып адам жүрсе болар дегенмен, мүмкін сендердің басқа жақтарыңды аша алмадым ба деп те ойға кетем. Жарайды, жақсы болары болды. Сендер бастық, төстік немесе атақты тұлға болмасаңдар да, мына отбасыларыңның ұйытқысы, олардың басы болуға ұмтылдыңдар. Бауыр арасындағы ынтымақтастық жоғалмасын, ұзақтан қайырып отыр. Енді қалған өмірінде жұртқа ишей дегізбей, асаубайдың баласы немесе немересі сонда екен дегізбей алса болғаны. Менің қолымда қалтай, сен қалуың керек еді. Бірақ мен әлі өле кетер болмағасын мына Ақылтайды алып қалдым. Ондағысы сен еркін болу отбасын өзі басқарып, қылышын сермеп көрсін дегенім еді. Оным дұрыс па, бұрыс па болды ма, өмір көрсетер, деп сөзін аяқтағандай шайын сұрыптады. Әке, сөйлеп отырғанда сөйлеу бұлардың әдетінде жоқ болғандықтан үнсіз қостады. Үнсіздікті Қалжан бұзып, жеке кәсіппен айналысып, КамАЗ, МАЗ көліктері бар көлік ағасына қарап, аға, көліктерің жүріп тұрма? Көмек керек пе? Нан пұлдық бірдеңе тауып тұрма? Деп әңгімені соған бұрды. Осындай әңгімеден шайдан тұрған олар еркектер бір бөлек, әйел дастархан басында қалды. Қалжанның шешесі екі келіннің келінді қасына отырғызып әңгіменің айтып отыр. Ене мен келіннің арасы жақын болып қатты сыйласып кетуі қиын нәрсе. Екеуінде кейде жақтырмай қалсаңдар да, осы күнге дейін беттен алып көрген жоқтықтарын Құдай көрсетпесін. Қатибаш, сенің мен туралы қақпас дейтініңді де білемін. Оны өзің
сараптап кейін менің жасыма келгенде түсінерсің, егер түсінгің келсе. Сонда да айтайын, ағайынның арасына қостасаң да ашатын да қатын. Сондықтан отбасында, үйде ағайын туыс жөнінде ауыздарыңа абай болыңдар. Сендер асаубайдың ұрпағынан емес, өз ұрпақтарыңды тәрбиелеп отырсыңдар. Сол ұрпақтарың қандай болып өсер сендердің қолдарыңда. Қатын болып дүниеге ұл қыз әкелгеннен соң олардың ары қарай жақсы адам болып өсуі, қыздарыңның тәрбиесінде қателік жібермесеңдер, немерелерінің өскенде алдарынан сол қателік 1000 есе болып шығады. Қалаларда қарттар үйі барын білесіңдер. Сол жердегілер уақытында балаларын дұрыс тәрбие бермегендер, мүмкін ол жерде болмас па еді, кім білсін. Жалпы қазақ ұлты үшін қарттар үйі деген өте жаман қасірет. Екеуіне айтарым, сол қарттар үйінің тұрғыны болғыларың келмесе, ұл қыздарыңа дұрыс тәрбие бер деп тоқтады. Үлкен келін үнсіз бас изеп отырса, Қатипаш, ой мама, кім айтып жүр сізді қақпас деп. Мүмкін менің ақылды өнегелі ақбас кемпір дегенімді біреулер теріс айтқан шығар. Сіз керемет жансыз ғой деп зулатып жатыр еді. Жә болды, мен саған қақпас деп айтты деп мал салғалы отырған жоқпын. Сен маған мынаны айтшы, мына келінді қыз жоқ, ұл жоқ, асабайдың немерелерінің ішіндегі жалғыз қыз Еркош. Соның тәрбиесі қалай? Соны айт. Қыз тәрбиесі ол ұлт тәрбиесі деп бекер айтылмайды. Қызды тәрбиелегенде балындырып, киіндіріп, қымбат телефон алып беріп, қаршадайынан қымбат бояу сояуды әуес ету емес қой. Білесіңдер ме, баяғыда әжелеріміз қыз жатқан төсектің бел тұсына ешкі қылыннан жасалған қылын арқан салады екен. Неге дейсіңдер ғой? Беліне тартқан арқан баққан қыз аунақшыл, ұйқысы сергек болады. Екіншіден, белі тал шыбықтай болады екен. Осы күні біреулер беліне темір доңғалақ айналдырып жүр ғой. Ал оны біздің қазақ елде қашан ойлап тапқан? Қыз қызыл орамал тартып жүреді. Ол мен қырмызы гүлде қызбын деген белгі болса, күйеуге шыққаннан кейін ақ орамал таққан. Мен ата-анамның алдында ақпын, абыроймен келдім, мен ақ әйелмін дегенді түсіндіреді. Қыз бол, қатын бол, қысқа киіп жалаңбас жүрсе, ол шашқа шайтан жабысып, етегіне албасты енеді. Қыздың етегіне өңілген әзізіл албасты еркектің көз құртын оятып, қыздың абыройын төгуге шақырып тұрады. Некесіз абыройы төгілген қыз ұлағатты ұрпақ әкелмейді. Себебі жатырына шайтан ұя салады. Міне шырақтарым, жақтырсаңдар да жақтырмасаңдар да, бізді кемпірлік парызымыз, білген түйгенімізді айтып отыру деп екеуінің кезек-кезек көз тастады. Ұзын көйлек орамал дегенді иттің етінен жек көретін Қатипаш бір қызарып, бір сұрланды. Осы сәтте қасындағы абысыны Қатипаш екінші келіннің ішіндегі қыз депті. Соның бесікке салуын, қарын шашын енем өзі қатырар, бірақ тұсауын саған кестірем. Алла сол күнге аман жеткізсе деп Қатипашқа қарап еді. Қатипаш жақтырып, жарқырап кетті. Ой жеңеше, Алла разы болсын, кесем, өзім кесем, шешесі мен болам, қаншайымды қылып киіндіріп деп тағы зулай бастаған еді енесі. Шырақтарым-ай, бұйыртса да деп сөйлеңдер, бұйыртса деп сыртқа шығуға ыңғайластыр. Осындай әдемі сөздермен отбасылық отырыс кеш бата бастады. 26 күннен кейін соң Қалжың бақтаға кетті. Құмарлықты әбден меңдеп алған Еркетай әке шешесіне көрініп те көрінбей де жын ойнаққа кетіп қалады. Бір күн үйдің аяқ асты құлады. Диванды телефонмен жатқан Қатипаш Салман жүгіріп келіп, мам, Еркеш құлап қалды дегенде қапалақтап барған Қатипаш бір қызарып, бір бозарып, әлсіз тыныс алып жатқан қызын көріп, қатты шошып кетті.
жүгіріп жедел жәрдем шақырды. Жедел жәрдем келгенше бетіне себілген су мен иіскеген спирттің ептеп есін жиғызған. Еркетай құсқысы келетінін айтты. Салманға жуынатын бөлмедегі табақ алдырған Қатипаш: "Ботам-ау, жақпас не жеп қойдың екен? Ұшынған шығарсың, не пәленің бәрін заказбен алдырып жейсің. Ішінде не барын кім білсін? Ойбай-ай, не болды тағы?" деп шыр болып жатқанда жедел жәрдемде жетті. Келген дәрігер қыз Еркетайдың қан қысымын өлшеді де ауруханаға алып кететінін айтты. Қатипаш: "Айналайын-ау, не болған? Қауіпті ме? Не болды? Уланған ба? Ұшынды ма екен?" деген сұрақтарды дәрігер қыз: "Апа, ауруханаға барайық, шұғыл сараптамаға аламыз, тексереміз. Сосын кезекші дәрігер алғашқы диагноз қоя жатар. Әзірге айтарым, қан қысымы өте төмендеп кеткен" деп Еркетайды киіндіруін сұрады. Еркетайды жатқызған аурухана бөлімшесінің алдында ебіл-себіл болып тұрған Қатипашқа шыққан дәрігер: "Қызыңыздың есірткіге соңғы рет қашан келгенін білесіз бе? Қызыңыз қашаннан бері әлсіреп жүр?" Қызыңыздың аяғы ауыр екен дегенде Қатипаштың дем жетіспей, қолдарына ауа бармағандай болып тұрды да дәрігердің жағасынан ұстап қалды. "Не дейді? Анық па? Кімнен? Ойбай-ай, қай иттің баласы екен?" "Ауыз" дегенде дәрігер: "Ол жағын қызыңыздың өзі айтар. Әзірге мен милицияға ақпарат жібердім. Бұл қылмыстық іс. Мен бұны құзырлы органдарға хабарлауға міндеттімін" деп бұрылып кетті. Орындыққа отыра кеткен Қатипаштың құлағы шуылдап, айнала азан-қазан болып кетті. Оның басында тек бір ой: ол бұны ешкім білмесе екен, бәрі ұмыт болса екен, бұл тек түс болса екен деген ойлар еді. Абыр-сабыр болып абысыны мен енесі жетті. "Не болды? Неден ұшынған? Сен телефонмен толық түсіндірмедің ғой. Жағдайы қалай? Көрдің бе? Сөйлесе алдың ба?" деп алқымдап барады. Енесі: "Құдай-ау, масқарадан аулақ қылсын. Қатипа, бері қара. Жамандықтан аулақсың ба?" Үлкен келін бетіндегі ұсақ сепкіл мен әне бір балалық сияқты қуырып тастаған тауықтың аяғын өліп жеп терлегенін көріп шошыған екен. "Сұрауға айтуға ұялдым деген, шыныңды айт. Жаманаттан аулақсың ба? Масқара болып қалған жоқпыз ба?" деп шыдатпай тұр. "Иә, жаманат аяқ астында." Өзінің санастығынан алаңсыз сүрген өмірінің нәтижесінің алдынан шыққан Қатипа үнсіз қалды. Жұрттан жасыру мүмкін болмады. Ішкі істер араласты, бәрі ашылды. Жон ойнақта жасалған фото-бейне материалдар тергеушінің алдында жатты. Қатипаштың бар тапқан амалы Ақтөбеге алып кетіп қызына жасанды түсік жасату болатын. Ол әрекеті де теріс нәтиже әкелді. Қайтар жолда вагонда ұйықтап жатқан Еркетай шошып оянып вагон іші азан-қазан қылып, еліріп көрінген адаммен жағаласа бастады. Үлкендеу бір станциядан жедел жәрдем келіп, тынышталдыратын екпе салып жөнге келсе де, елірме ауруға тап болды. Үйден бөлмесіне шашы жалбарап, есі кіресілі шығасылы болып, дәрігердің үлкені де кішісі де жібере беретін жағдайға ұшырды. Дәретінің жұт жеті ағайынды деген бақтадан келгенде қызының мына жағдайын көрген Қалжан жүрек тұсын ұстап отыра қалды. Сол отырғаннан тұрмады. Жүректің жасырын имишиялық ауру бар екен. Дәрігерлер коронарлық өлімі деп диагноз қойды. Осыншама ауыртпалықтан асаубай ақсақал төсек тартып жатып қалды. Қызының дәретін жуудан шаршаған Қатипаш оны үкіметке өткізіп жіберді. Енді міне, бір кездегі берекелі мерекелі үйді жиі жалғыз қалады. Кішкентайы Салманы да әжесін жағалап жүр. Бұл ол үйге баруға беті жоқ, дәті де шыдамайды. Бұрынғы араласып жүрген дос-жаранның бәрі бұны көрсе сырт айналады. Үйін шақырып жерден
айналып өтеді. Бұған қатты әсер еткен жағдайдың бірі, бұл байын әдейі өлтіргенде бұны тойға шақыруда қоймайды. Тұсау кестірсе де отырған абысын айнып кетті. Сылтауы ұрымға жаман деген жаман сайын қоймышылаққа барып, Қалжанның қабірімен мұңдасып, тамын құшақтап тұрып, жылап кешірім сұрады. Қатипа жаңа түсінді. Өзі өмір бойы еркекке ат үсті қарамағанмен, бұның берекеті де, болмысы да, сол күйеуі барды да екінің кеш түсінді. Осы қиындықтың бәрін себепші болған қызының өзі тәрбиелеп, осыған өзі өмірін өзі итермелегенін түсінген сайын көкірегі удай ашиды. Енді кештен қайта оралмайды. Тек күйеуінің садақаларын берер қайын ағасы, бала шағасымен осында қонып, ағайынды жинап, тарқатып кетіп жүр. Күйеуінің 100 күндік садақасын тарқатқасын, келін кепшіктің ыдыс аяқтарын жуып, тазалап кетіп, бұл тағы жалғыз қалам ба деп отырғанда, енесі «Қатипа, бері кел» деп қасына шақырып алып құшақтап отырды да, жылап ал, ішіндегін түгел шығар. Құсадан өліп кетерсің, жыла тоқтамай. Сосын шырағым, ары қарай қалай өмір сүреміз, соны анықтайық. Шырағым-ай, бұндай өмірді тілеген ештеңе де жоқ қой. Осылай болсын деп, жоғарыда біреу шешкен дағы, деп басынан сипауы мұң екен, кетті. Дауыс ағыл тегіл, көз жасы да төгілді. Күйеуі өлгелі көзіне тыным болмаса да, мына жас ерекше құйылды. Міне ағайындар, біздер жарасып, әдемі киініп, жақсы үй салып, жылдам көлік мініп жүргенде, ұрпақ тәрбиесін мүлдем ұмыттық. Соның салдарынан жетім балдар, нашақорлық, қызметкерлер, кәмелетке толмаған, бірақ бір баламен ажырасып, үлкендерге отбасылы, бұзылған қыздар, жігерсіз ұл пайда болды. Орыс езгісінде болғанда иманы мен жауапкершілігін жоғалтқан қазақтан тәуелсіздік алған соң осындай ұрпақ өсті. Бұл біздің қоғамның, біздің ұрпақтың жіберілген кешірілмес қателігі.